аэропортқа шығып баратым. Кешігіп өзіміз міне. Бірақ бір проблема болып тұр. Короче, өзіміз аэропортқа айтады кешігіп жатыр. Кеше Айгүл ұйықтап қалып. Үйіне келдім міне. Үйіне. Телефонын да білмеймін ғой. Здравствуйте, извините, можете открыть 4-й этаж? Там подруга спит, нужно открыть дверь. Срочно. Айгуль ее зовут. Что значит 4-й этаж? По что вы звоните в мою квартиру? Извините, пожалуйста, но... Она спит. Кто спит? Айгуль? Ваша подруга, да. Можете ее срочно разбудить? Она опаздывает в аэропорт. Откройте дверь, я пойду, поднимусь. Я не поняла, я вам что, вахтер? Вы почему будете мою семью? Хорошо, извините, пожалуйста. Извините. Спасибо. Осыки, блин, осыки. Сен қалай? Жалпы. Көке, болса кешігіп жатыр едік қой. Там бір-екі сағат ұйықтай тұрмадың ба? Бәрі күйіп кетсін ақыр. Жүрсіңіз. Ничего, сен квартирантты білмейді екен ғой, ё-моё. Выдимки бұрын қалай қылмайды. Телефоныңды өшіп жатыр ғой сен вообще. Қош? Қосып тұрған емес. Интернетіміз қандай. А то вроде бы неге қойғанмын будильникқа да. Бізде жақсы жаңалық бар. Бәрі сторис салшы деп жатыр. Бұрынғы телеграмымызға қайтадан салатын боламыз. Қайда баратқанымызды Айгүл біліп, кішкене шоке болып қалды. В общем, қайда баратқанымызды бәрін көргіңіз келсе, телеграмға тіркеліп қойыңыздар. И еще қызықты видеолар істеп тұрыңыздар. Бір-екі күн сайын 100 000 беріп тұрамыз деген сияқты. Так что, давайте. Кетті с собой. Біз енді аэропорттамыз. Бүгін мен сәл ұйықтап кешігіп қалғаным бар. Мына кісі қасында. Сіз келіп ояттыңыз енді, жарайды, бірақ мынандай сұрақ болып тұр да менде. Егер де мен оянбай, сіз мені таппай қалсаңыз, өзіңіз шығып кететін едіңіз. Сен уже ойланған дейсің? Ойланатын сұрауға келді. Жоқ, қалай енді жалғыз өзің шығып кететін едім, естейтін едім. Чуть позже айтам, жарнамадан келіп едім. Мынандай құттақандай бургер жеп жатырмын. Айданка мен ас болсын. Ренжіп қалдың ба? Иә. Ренжімеңізші. Менен телефон деді. Видео түсірген кезде сөйтеді негізінде. Аз бол. Блогерлер сияқты сол тамақты түсіріп жеп жатырмыз. Алматыда ауа райы тема болып тұр негізі енді. Күшті болып тұр енді. Тамақ жейді, летикте отырасың, погода болып тұр ғой. Самай жатыр ғой. Қалай барсаңыз енді. Қалай сөйлесем енді мен семен ач. Қалай сөйлесем? Тамақ жеп алайын. Ас болсын. Қатысушылардың арасындағы кішкене кір қожалықтау қатысушы кім? Ластау қатысушы кім? Біреуден перегар байқап едім. Бүжайдың несі бар? Бүжай деп айтайын деген. Бүжай шығар. Елдар. Оразғалин. Ораз. Sorry. Бүжай мен Оразғали. Оразғали сынайды ойлаймын. Оразғали десен де. Жұтсырып тұр ғой. Кім деп ойлайсыз сіздің ойыңызша? Өзіңізден басқа. Ақерке, әсем, көп қыздың көбісі сондай. Маған беспорядок деген нәрсе ұнамайды. Расул. Бекзат. Ақерке. Бүжей. Ернар. Нұрай. Барс. Бір, екі, үш кеттік. Баршаңызға қайырлы кеш. Настроение, настрой, барлығы дершік болып тұр. Ақылдасатын біреулерді ақылдасып жұмыстарымызды реттеп, енді сіздерге қайтадан бір хабарландырумен шығып отырмыз. Білесіздер, 2 күннен кейін менің Сатөлет досымның жеке акустикалық ән кеші болады. Және де бір айта кететін жаңалық, ол жақта барлықтарыңыз танитын мега хиті бар. Біраз тыңдарманның жүрегінен орын тапқан әнші болады. Сол кеште құпия қонақ болады. Сондықтан да төменде бронь, сол ссылка бойынша өтіңіздер, орындарыңызды алыңыздар. Терапия душығы былайша айтқан кезде келіп, құрбыңызбен, қызыңызбен, достарыңызбен келіп, әдемі
Керемет заведение, да? Көз қалайсыз, Аягөз? Көңіл күйіңіз қалай? Шүкір Аллаға, жақсы. Қайда жоқ болып кеттіңіздер? Әлішер өзінің жұмыстарымен, мен ауырып, мен часто ауыратын болып кеттім, мен не екен. Мен ойладым, сіздер тойға дайындықты бастап кетті ма? Бар, иә. Әлішер дайындалады, мен дайындалатқан жоқпын деп. Сіздің мамаңыз дайындалып жатқан шығар? Иә, біз недегілер дайындалып. Скоро көресіздер енді. Сол енді тұрмысқа шығайын деп жатсыз болашақта. Қалай ойлайсыз, қызыл халат киіп, сәлем салу деген сияқты сондай дүниелер жасайсыз ба? Білмеймін, қазіргі заманда ондай особо жоқ сияқты, әлі современно ойланатын сияқты. Негізі мен үйімде, болашақ үйімде солай сияқты көрінеді. Қызыл халат киіп, орамал тақ деп айтатын секілді. Бірақ егер де тақ, сәлем салу десе, әрине саламын. Өзіңізге жалпы қалай ұнай ма әлде особо ұнамай ма? Негізі ұнамайды. Негізі придется енді. Гүл, сіздің көңіл күйіңіз қалай? Жақсы. Болашақта тұрмысқа шығып жатсаңыз, ала берді. Қызыл халат, орамал дегенге қалай қарайсыз? Және сәлем салуға қарсы емессіз ба? Жоқ, сәлем салуға қарсы емеспін. Қызыл халат, орамал. Ол да бір жаман деп айта алмаймын. Әдемі қызыл халатпен орамалмен жүрген басында енді жүрсің ғой бәрібір. Кейін может уақыт өте келе жетсе келе. Негізінде маған бірінші тұрмысқа шыққан кезімде солай киіндім. Киіндіңіз ба жалпы? Иә, халат орамал киіп сәлем салып жүрдім. Әдемі ғой, өзінше бір келін екенін көрсетіп тұрады деген сияқты. Неше түрлі қазір андай ғой, баяғы заман емес, неше түрлі әдемі халаттар бар, әдемі орамалдар бар ғой. Пока бір-екі жыл жүрген болады. Бір-екі жылдан кейін болмай ма? Сәлем салуды бір-екі жылдан кейін қойып кете алмайтын сияқты. Қойып кетесіз ба? Жоқ, оны до конца жауап. Зарина бүгін осындай. Өте әдемі гүл екен. Қолдаушыларға алғыс айтамыз. Сосын сіз болашақта орамал тағып, халат киіп деп, енді сізде орамал онсыз да бар ғой. Сәлем салу деген дүниеге қалай қарайсыз? Жақсы қараймын. Күйеуінің тарапынан салу керек деп жатса, олардың отбасыларына болса салады. Самал дейсіз ба, қарша дейсіз. Хорошо дейсіз ба? Иә, өйткені мен Жоқ, мен келінмін ғой, типа мен ата-анеме сәлем салу керекпін деп айтпайсыздар ма? азанда салам, емес. Срок қанша? Күнде ма? Жеңгелеріммен күнде сала беремін. Күнде. Оразғалидің көңіл күйі қалай екен? Оразғали білемін жауабын. Өткен алдыңғы жолы айтқан, мен баласы бар қызбен жүрген, сол үшін сіз дайынсыз баласымен жақсы көрсеңіз қызды қабылдауға, иә? Ойыңыз өзгеріп кетті ма? Сол жағдайдан кейін, иә. Мен негізі көп кішкентай балаларды ұната бермеймін өзім. Мәссаған. Тарта бермеймін. Болмайды маған баланы шулап жылағаны ше. Мәссаған. Жақтырмаймын ондай нәрсені. Бірақ сол адамның қызы маған сүйкімді болып көрінген. Мен балаға емірене алмайтын нәрсемді емірендіріп жіберген кішкентай бала болды.